Рахмет, жақсы. Қазір мынау Госзакуптан да, самұрық қазынадан да жалпы тендер алып, тендермен айналысып жүріп, қазір осы 2-3 айдың ішінде енді шамалы мотивация болсын, мақтанғаным емес. Қатысып жатқан, енді қатысып отқан адамдарға шамалы бір 3-4 миллиондай жасадым десем енді өтірік емес. В основном менде услуга. Бұл енді мынау бастап жатқан адамдар бар, қатысып жатқан адамдар бар, барлығы соны шамалы айналысып іске сәт дегім келеді. Енді сіздердің де постоянно несін қарап отырамыз, мотивация қараймыз, ақыл кеңестеріңізді алып отырамыз. Барлығын біздің де әлі білмейтініміз көп қой сіздерге қарағанда. Жалпы. Оның барлығын ертең екеуміз бір рет прямой эфирге шығамыз, сол кезде айтасыз ғой, жақсылап тұрып, қалай ұтып алдыңыз? Менде ана басынан бір не бар, мекеме бар. Мен өзім Ақтөбе қаласынанмын. В основном из одного енді мықты не болғасын, жақсы поставщик болдым ба, или жақсы не болдым ба, из одного маған постоянно жібереді. Гарантийный письмомен жібереді. Әлі ешқандай порталға салынбаған нелерге, в общем, гарантийный письмо жазып береді. Менен ценовой предложение сұрайды. Мен енді өзімдікін жүрмейміз ғой, өзімізге ценовой бергесін, сізбен из одного жасаймыз дегесін, енді әркім қолынан келген шамалы несін жіберіп жазады ғой. Сосын мен жазып берген суммаға олар өзіме из одного по прямым путем не жібереді, договор жіберіп жүр. Солармен барлығымен енді жақсы былай жұмыс жасап жатыр. Енді мынау сұрайын деген жақын. Енді ол қай портал? Госзакупте ма? Госзакупте. Госзакупте. Самұрықтан да болды, бір-екі нелер, бір-екі договор болды, олардың бәрін жаптық. Менде в основном мынау услуга кондиционер бар ғой. Кондиционер. Сол мен өзім енді былай 8 сағатта күнде жұмыстамын. Теміржол саласының маманымын қазір. Ақтөбеде теміржол саласында жұмыс жасаймын. Содан таныстар тауып алдым да, енді мысалы анау қатысып жүрген кезде балдарға айтқам, кім қанша оңдайды деп примерно. Сосын енді оларға мен енді өзімде шамалы ақша болғасын берем, аналар оңдап береді. Сосын шамалы мен де өзім қасында жүріп былай үйреністім. Сонымен енді өзімді айналысып кеттім ғой, в общем. Сөзін не керек, сөзін шыны керек. Қастарында жүріп, ананы былай алып беріп, көмектесіп, былай істеп, ананы былай көрсетіп, сонымен енді жалпы өзімді үйреніп кеттім. Қазір енді кондермен айналысам бірыңғай. Бірақ 8 сағатта жүрім. 30 күн уақытында кеше пандемияның кезінде сол шамалы бізде демалыстық. Сол кезде сол нанамды жан-жаққа барып шығып, договорлар алып тастап, сонымен жауып, қазір енді ақшаларым барлығы түсіп жатыр. Шүкір болады енді. Қосымша жұмыс қой енді. 8 сағатта жүріп. Конечно. Енді мынандай ғой, Госзакупте енді вообще кез келген самұрық қазына болсын, реестр налог болсын, заказчиктерге уақытында жақсы товар әкеп беретін поставщиктер керек та өздеріне. Енді солай көзге түсіп жүрген поставщиктерді олар өздері ұстап қалап, мысалы үшін аяқ астынан бір срочно бірдеңке керек болып қалатығаны, соны сатып алу үшін, олар сізге хабарласады сол кезде. Өйткені сіз вовремя әкеп бересіз, қалаған товарларын әкеп бересіз, и сізбен жұмыс жасаған оларға жақсы, сенімдісіз. Сол үшін сенімді компанияларға олар постоянно беріп отырады. Өздерінің